Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз кинематика, механикалық қозғалыс сипаттамалары және де қозғалыс түрлері. Механика дегеніміз денелердің механикалық қозғалысын зерттейді. Механикалық қозғалыс деп дененің кеңістіктегі орнының басқа денелерге қатысты уақыт бойынша өзгеруін айтады. Механиканың негізгі мақсаты кез келген уақыт аралығында дененің кеңістікте орнын анықтау. Механика үш бөлімнен тұрады. Кинематика денелердің әртүрлі қозғалысын зерттейтін және пайда болу себептерін қарастырмайтын механиканың бөлімі. Динамика денелердің өзара әрекеттесу заңдарын, олардың пайда болу себептерін қарастыратын механиканың бөлімі. Статика денелердің тепе-теңдік күйлерін қарастыратын механиканың бөлімі. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мен жоспары материялық нүкте, санақ жүйесі, орын ауыстыру, жол ұзындығы, жылдамдық, орташа және лездік жылдамдық, үдеу, орташа үдеу, лездік үдеу, түзу сызықты бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы қозғалыстар, қисық сызықты қозғалыс және оның үдеулері, айнымалы қозғалыстың бұрыштық жылдамдығы және бұрыштық үдеуі, дененің еркін түсу үдеуі сияқты анықтамаларды үйрену. Материялық нүкте деп өлшемдері қоршаған сыртқы ортаның өлшемдерімен салыстырғанда елемеуге болатын массасы бар денені айтады. Дененің кеңістіктегі орнын басқа бір кез келген қозғалмайтын дене арқылы анықтауға болатын денені санақ денесі деп атайды. Санақ жүйесі деп санақ денеден координата жүйесінен және уақыт өлшеуге арналған аспаптан құрылады. Радиус вектор деп координаталар басынан, яғни О нүктесінен дененің берілген нүктеге дейін жүргізілген векторды айтады. Материялық нүктенің кинематикалық қозғалысының теңдеуі. Немесе бұл үшеуін векторлық теңдеумен алмастырады. Дененің немесе материялық нүктенің кеңістіктегі қозғалыс кезінде сызық түрінде қалдырған ізі траектория немесе жүрілген жол ұзындығы деп аталады. Траектория түзу сызықты және қисық сызықты болады. Жол. Бұл бастапқы және соңғы нүктелердің арасындағы траектория учаскесінің ұзындығына тең скалярлық шама. Нүктенің бастапқы және соңғы орнын қосатын вектор орын ауыстыру деп аталады. Ол қозғалыстың бастапқы нүктесінен соңғы нүктесіне қарай бағытталады. Жылдамдық. Қозғалыстың шапшаңдығы мен бағытын сипаттайтын векторлық шама. Ол бірлік уақыт ішіндегі жүрілген жолдың ұзындығын анықтайды. Бір қалыпты емес қозғалыс. Дене бірдей уақыт аралықтарында әртүрлі жол өтетін қозғалысты айтады. Егер дене уақыттың бірінші жартысын V1 деп, ал қалған жартысын V2 деп белгілеп алсақ, яғни онда біздің формуламыз яғни тең болады V орташа жылдамдық, V1 қосылған V2 бөлінген 2-ге. Лездік жылдамдықтың модулі. Уақыттың кез келген мезетіндегі қозғалыс жылдамдығы немесе лездік жылдамдығы деп жүрілген жолдың уақыт бойынша алынған бірінші ретті туындысын айтамыз. Уақыт бірлігіндегі жылдамдықтың өзгерісінің шамасын үдеу деп атайды. Лездік үдеу жылдамдықтың уақыт бойынша бірінші туындысына тең, немесе жолдың екінші ретті туындысына тең. Түзу сызықты бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы қозғалыстар. Материялық нүктенің бір қалыпты түзу сызықты қозғалысы деп бірлік уақыт өткен сайын оның жылдамдығы өзгермейтін қозғалысты айтамыз. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс. Материялық нүктенің бір қалыпты айнымалы қозғалысы деп
Бірлік уақыт өткен сайын оның жылдамдығы бірдей шамаға өсетін немесе кемитін қозғалысты айтады. Түзу сызықты үдемелі қозғалыс. Түзу сызықты кемімелі қозғалыс. Қисық сызықты қозғалыс және оның үдеулері. Қисық сызықты қозғалыс деп, нүктелердің шеңбер доғалар бойы қозғалысы. Бұл қозғалыста жылдамдықтың модулі өзгермей, бағыты уақыт өткен сайын өзгеріп отырады. Дененің үдеуде модуль бойынша тұрақты бағыты өзгеріп отырады. Шеңбердің центріне бағытталған. Сызықтық жылдамдық. Нүктенің сызықтық жылдамдығы деп, бір қалыпты шеңбер бойымен қозғалған кезде модулі бойынша тұрақты бағыты бойынша өзгереді. Траекторияның әр нүктесінде жанама бойымен бағытталады. Үдеудің құраушылары. Тангенстік үдеу. Жылдамдықты модулінің және бағытының өзгеру шапшаңдығын сипаттайды, әрі траектория жанамасының бойымен бағытталады. Нормаль үдеу. Жылдамдықтың бағыты бойынша өзгерісін сипаттайды. Жылдамдық векторына перпендикуляр, әрі траекторияның қисықтық центріне бағытталған. Қисық сызықты қозғалыста толық үдеу тангенциалдық және нормальдық үдеулерге жіктеледі. Нормаль үдеу және тангенстік үдеу өзара перпендикуляр болады. Сондықтан толық үдеу осы екеуінің векторлық қосындысына тең. Толық үдеу модулі. Кез келген бірдей уақыт аралығында қозғалыс жылдамдығы сәйкес бірдей шамаға өзгеріп отыратын қозғалысты бір қалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды. Көріп тұрғандарыңыздай сіздерге түзу сызықты қозғалыстың, бір қалыпты үдемелі қозғалыстың, бір қалыпты кемімелі қозғалыстың, бір қалыпты шеңбер бойымен қозғалыстың анықтамалары берілген. Яғни, тұрақты шама, константа және де тең емес шамаларын міндетті түрде жазамыз. Айнымалы қозғалыс деп, абсолютті қатты дененің барлық нүктелердің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс айтады. Қозғалыс кезінде дененің деформациялануы қозғалысқа әсер етпейді. Яғни оларды абсолютті қатты дене деп атаймыз. Бұрыштық жылдамдық. Қатты дененің айналу шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама. Период. Дененің бір айнымалыға жұмсаған уақыты. Жиілік. Бірлік уақытта жасалған айналым саны. Бұрыштық жылдамдық. Бұрылу бұрышының уақытқа байланысты өзгерісі және оң бұрғы ережесімен анықталады. Бұрыштық жылдамдық модулі айналу бұрышының модулінен уақыт бойынша алынған туындыға тең. Бұрыштық үдеу. Бұрыштық жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама. Айналыс бір қалыпты болмаған кезде берілген уақыт мезетіндегі бұрыштық үдеу мынаған тең. Сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдық арасындағы байланыс осы формулалармен өрнектеледі. Нормаль үдеу формуласы, тангенциалды үдеу формуласы, толық үдеу модулі. Үдемелі қозғалыс кезінде бірінші вектор және екінші вектор айналу осімен бағыттас, ал кемімелі қозғалыс кезінде қарама-қарсы бағытта болады. Ілгерілемелі қозғалыс. Дененің кез келген екі нүктесін қосатын түзу сызық орын ауыстыру кезінде оның өзінің бастапқы бағытына параллель болып қалатын қозғалысты айтады. Дененің еркін түсуі. Жерге қатысты белгілі бір биіктіктен бастапқы жылдамдықсыз түсірілген дененің жердің тартылысы әсерінен жасайтын қозғалысы, үйкеліс күші жоқ ортада құлайтын кез келген үдеу дененің шамасы 9,8-ге тең. Дененің еркін түсуі.
ауыр шардың құлауы мен жұқа қағаз парағының күрделі траектория бойымен қалықтап түсуі. Жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға қарай белгілі бір жылдамдықпен лақтырылған дененің қозғалысы. Еркін түсу үдеуін сипаттайтын теңдеулер. Бұл теңдеулерді міндетті түрде жазамыз. Мына суретте көкжиекке бұрышпен лақтырылған дененің қозғалысы бейнеленген. Ал енді балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыздың бақылау сұрақтары. Бірінші сұрағымыз: материалдық нүкте деп нені айтамыз? Санақ жүйесі деп нені айтады? Қозғалыстың траекториясы деп нені айтамыз? Радиус вектор деп нені айтамыз? Материалдық нүкте қозғалысының жылдамдығының анықтамасы. Материалдық нүктенің үдеуі. Бір қалыпты қозғалыс деп қандай қозғалысты атауға болады? Бір қалыпты қозғалыстың теңдеуін жазып көрсетеміз. Бір қалыпты қозғалыс деп қандай қозғалысты атаймыз? Жолдың уақытқа тәуелділігі графигінен бір қалыпты қозғалыс үшін салынған қозғалыстың жылдамдығын қалай анықтайтынымызды орындап жазып порталға жібереміз. Немесе почтаға жазуларыңызға болады. Қалған мына сұрақтардың да анықтамаларын міндетті түрде жазамыз, есімізге түсіреміз. Негізгі әдебиеттеріміз. Үйге тапсырма. Яғни, оқып жүрген оқулықтарыңыздың 19-шы бетінде бірінші жаттығу берілген, және де бірден 6-шы бөлімге дейінгі тақырыптарды, яғни параграфтарды қарап шығасыздар. Үй тапсырмасын параграф білім порталына жібересіздер. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.